Мен қыстық каникул кезінде Жиренше шешенің әңгімелерін оқып шықтым. Жиренше шешен аңызға айналған шешен және данышпан адам. Жиренше шешенің әңгімелері бізді шыншылдыққа және тапқырлыққа тәрбие береді. Жиренше шешен. Bir күні Жиренше ханның үйінде отырғанда бір адам ханға сыйға бір піскен қаздың етін алып келген екен. Сонда хан Жиреншеге: сен сөзге де шеберсің және әр нәрсенің бәріне де шебер шығарсың. Мына қаздың етін мен ханым екі ханзада екі қанекей өзің мен 7 адамға бірдей қылып бөлші депті. Сонда Жиренше ойланбай пышағын қынынан суырып алып, әуелі қаздың басын кесіп алып: міне, сіз әрі хансыз, әрі халықтың басысыз. Бұл басты сіз тұрғанда кім жейді? Деп басты ханға беріпті.